Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 112-ші сабақ дара және күрделі етістік. 34-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Елден ағыс алған мың. Мен бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамды іс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Бейсенбай Кіріспай. Өлең кім туралы айтылған? Өлең бағбан туралы айтылған. Оған ат қой. Мен бағбанмын. Өлеңнің аты «35-ші жаттығу жас бағбанның есіне» тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр. 1. Үстіне қозғалуға ыңғайлы киім ки, бас киім киюді ұмытпа. 2. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. 3. Сақтық шараларын сақтауды ұмытпа. 4. Қатты желде баққа кірме. 5. Қолданып болған құралдарды қайта орнына қой. Отыз 36-шы жаттығу жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Шөпшілдердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Жауабы жел. Етістіктердің асынсыз, дара және күрделі екенін айт. Шашты, қашты. Күрделі етістік. Отыз 37-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып тақырыбы бойынша әңгіме құрастырып жаз. Тақырыбы сотқар мысық. Бірде мысық орман аралап келе жатып, кірпіні көзі шалып қалды. Қасына тақап барып, ары-бері қозғамақ болып, бірақ қозғалта алмады. Сонда да мысық кірпіге тиісуін қоймады. Безері шыққан кірпі ашуы келіп тікенін мысықтың арқасына салып қалды. Мысық қатты мияулап жүгіре кетті. Артынан қан саулады. Сол жүгіргеннен үйге әрең жетті.
Балалар, каналға жазылып, тіркеліп кетуді, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.